Мен өмірімде бірінші рет лаунжға кірейін деп жатырмын. Евразия картасын ашсаңыз, немесе Форте картасын. Мысалы, Темірлан Фортаны ашты, мен Евразия картасын аштым. Сонда 2000 теңге саласыз, болды. Лаунж кей деген қосымшаны жазып аласыз. И все, осылай жылына 10 рет 10 әртүрлі осына лаунж барға кірсеңіз болады. Осына мыналардың барлығы ақысыз. Кофе болсын, тамақ болсын, сок болсын. Яғни сол лаунж кейді жазып алғанда сізде соның ішінде картаңызға байлайсыз да, соны и сонда не шығады сізге? QR код шығады. Осы кіре берісте QR-ды көрсетіп, сосын билетіңізді көрсетесіз. Яғни сіз ұшпастан бұрын 3 сағатқа дейін кіруге болады мұнда. Мұнда 2 сағат отыруға болады. Сондықтан осылай қолданып қалсаңыз болады. Міне осылай ақысыз тамақ ішсеңіз болады. Кофе, сок барлығы бар. Жұмыртқа, шекер, шайды алып кет дейсің де. Қазір түскі ас алып келді. Бұл деген қалай сіздер түсіну үшін мен қанша жыл саяхат жасап жүрмін. Ешқашан лаунж барға кіріп көрмеппін, қолданып көрмеппін. Мына осындай түскі ас өте тәтті, тойымды. Әуежайда былай мен бірінші рет өмірде демалып тұрмын. Міне бұл паспорт тексеретін жер, міне паспорт контроль. Бізді, мені және мына басқа азаматтарды осы жерге жіберді, осы жерде күт деп. Білмеймін неге екенін, бірақ келген бойда қайтып кететін билетті көрсету керек, міндетті түрде талап етеді. Мен ұшпастан бұрын, 1-2 сағат бұрын алып едім, қайтатын билетті Абу-Дабиға. Сол кішкене көмектесті, бірақ сонда да мына басқа елдің азаматтарын осы жерге күтсін деп жіберді. Мен әзірге күтіп отырмын. Паспортым оларда. Мына жерде отырғанымызға 4 сағат болды. 4 сағат бізді кіргізбей, тексеріп, өздерінің бөлмелеріне шақырып, сұрақ қойып, бірінші Темірланға мен туралы сұрақ қойып, сосын мені кіргізіп, маған сұрақ қойып, әтіру қазір бізге рұқсат берді Молдоваға кіруге. Бірақ кер билетті міндетті түрде сатып алу керек дейді. Сондықтан досым қазір билет сатып алып жатыр. Біз бұнда 7-8 мамырға дейін боламыз да үйге қайтамыз. Бұндай ситуация менде бір 2-3 рет болған болар енді. Осы 4-шісі болсын. Ал бізді әйтіру кіргізді. Біз әуежайдамыз. Бұл мен үшін 48-ші ел. Молдова, Кишинев қаласы. Кіре берісте шекарада паспорт тексергенде 4 сағат бізді ұстады. Андай сұрақ қойып, мұндай сұрақ қойып, әтіру. Шын мәнде мен бір сәтте ойлап қалдым. Өмірімде бірінші рет мен депортация жасайды ма деп. Бірақ Құдайға шүкір аман қалдық. Көрейік, қарайық, қандай ел екен. Табалдырықтан осылай қарсы алып жатса, қаласы қалай болады екен көрерміз. Бұл жалпы қалай өзің сезімсің айтшы. Жалпы күшті. Молдова жап-жасыл кремний жерге сәрсіз. Ол ладно. Табалдырықтан бізді қалай қарсы алады, соны қалай өресің сол туралы? Негізі әрине жағдай қиын, бірақ толығымен түсінуге болады. Жаңа айтады, ребята, вы осознаете, понимаете то, что в соседней стране идет война? Сол сөз кәдімгі сүйегімнен, былай толығымен барлық клеткамен сездім ғой. Көрші елде соғыс болып жатыр. Бомбалап жатыр көрші ел. Сондықтан оларда осы қатаң тексеріп жатыр барлығы келіп жатқан адамдар. Неше сағат отырдық шамамен? 3 сағат па? 3 сағаттан сәл-пәл көбірек отырдық та. Жақсы. Симка сатып алды досым. $2 шықты. 1000 теңге. 25 гигабайт 7 күнге. Күшті. Қалаға дейін қазір 13 шақырым ба? 13 шақырым. Маған
шыққан бойда мына табиғаты өте қатты ұнады. Қараңыз, есік алдында бетон, цемент емес. Осындай. Ұшақта отырғанда көрдің ба? Иә. Жап-жасыл екен. Көп нәрсе отырғызған екен да. Мінекей олардың купюралары 1000 лей. 32 000 теңге. Автоматтан шешіп алдым. Әуежайдан Яндекс такси шақырттық. Қалаға дейін шамамен 15-20 минут жүреміз. Бісміллә. Сөйлесіп қарайық. Көбі орысша сөйлейді негізінде. Сколько? 10 минут ехать, да? Двигайся, да. Может, чуть больше 10. Ага, хорошо. Здесь все по-русски говорят, да? Ну, почти, да. Казахи тоже. А вы молдаванин, да, по национальности? Да. Всех вообще нету. Ну, здесь у нас цыгане тоже есть. Отдельный цыганский поселок есть, да, какой-то? Да, в Сороках. Сорока, да. Там безопасно вообще? Там есть, там есть отдельный как бы пару улиц именно там, где живут цыгане. Но это не те цыгане, которые, дай погадаю. Там как бы там цивилизованно, обычно. Да. То есть там как бы дома у них классные. Ага. Там все нормально. Там если кошелек уронить, то они его не заберут. Көліктер жүретін да. Орталыққа келдік. Орталықтың түрін қараңызшы. Бірақ негізінен қала әдемі. Біз бір хостелға бронь жасап қойдық. Көрші ғимараттар деген қисайып жатыр екен. Жүргізуші көп нәрсе айтып берді бізге. Есімі Жан екен. Такенский кеттік. Көрші ғимараттардың түрі. Кеттік давай. Әкел маған біреуін бер. Политика жөнінде, елдің ахуалы жөнінде әңгіме соғып келдік. Негізінен мұнда екінші тіл румынский екен. Сол туралы сізге тағы да бір айтып кетермін. Тілдің жағдайын, тілдің халін. Орыс тілін алып тастаған олар. Бірақ сонда да көбі біледі, сөйлейді. Ешкім жоқ па? Біреу мана пиу ішіп отыр есік алдында. Қараңызшы. Біздің өзіміздің Оралдағы дамбалдар ілініп тұр мына жерде. Жеке басыма бәрін отыр әзірге. Білмеймін не екен. Мен әрбір елге келгенде бір құттай баға беріп келемін ғой. Мысалы мен Молдованы месімде келдім. Бірақ қала өзі ұнап отыр. Жасыл, табиғат күшті, адамдарда сондай не? Паспорты. Біз енді үстіне кім жатады, астына кім жатады деген сұрақ пайда болды. Әділ сөйлеп ашесін. Үш рет па? Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Тағы бір рет та, последний, да? Неге? Бірде бір, үшке дейін ғой. Бірде бір, давай да. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Болды ба сонда? Жоқ, үшке дейін. Екіде бір ғой. Все. Раз, два, три, раз, два, три. Екіде екі. Раз, два, три, раз, два, три. Бұл койкалар бізде 13 000 теңгеге шықты. Яғни 6500 бір күнге. Тағы орталықта тұр. Қасымызда парламент тұр осы жерде, 1 минуттық жерде. Негізінде қонақ үйлерді қарадық, бірақ олар қымбат болып шықты. 40 000, 50 000 теңге болғасын.
осындай хостелді ала салдық. Мында мен жатам, мында сіздердің сүйікті блогерларыңыз жатады. Бұл орталық көше, біздің бірінші күніміз Кишиневтағы. Мұнда шамамен 2 миллион халқы бар. Осы қалада астанасы болғасын, жалпы адам өте көп. Жергілікті адамдардың айтуы бойынша ауылдардан мұнда көшіп көп адамдар келіп жатыр, себебі ауылда жұмыс жоқ дейді. Қаланың шетінде. Қазір жалпы сенбі, кешкі уақыт 9. Қозғалыс өте көп. Адамдардың барлығы сыртта. Тағы да айтып кетейін. Менің ойымда бұл ел өте бір төмен жерде тұрды, бағалауым бойынша. Бірақ әдеттегідей мен бір елді сынап келгенде сол ел маған ұнап қалады. Сондықтан бұл қаланың жалпы маған вайбы қазір ұнап тұр. Әуежайда бізді қинаса да, сонда да қала ауа райы керемет. Ағаштар көп. Кешкі ас ішуге жатырмық. Біз тамақ ішіп отырсақ, мына жерде разборка болып жатыр, төбелес кәдімгідей. Есіме түсіп кетті мен. Бұл менің екінші күнім Кишиневта. Осындай жерге келіп таңғы ас ішіп жатырмын. Таңғы 8, қазір бірақ андай столовый, кафе, ресторан деген барлығы жабық тұр екен орталықта. Сондықтан осындай. Бұл қалада Кишиневта сыртта ұйықтайтын адамдар көп екен. Үйсіз, күйсіз. Міне мысалға кеше бір 4-5 адамды көрдік, сыртта ұйықтап жатырған. Тағы бір адам. Жалпы бұл елде шарап өте көп шығарады, Грузия сияқты. Содан көп шығарғанның бір, яғни экспортқа жібереді. Ақшаның табыс көзі осы шарап. Соның бір жаман жағы, осылай адамдар көп ішіп, мас болып, кез келген жерде ұйықтап қалады екен. Болдың ба? Просто за кадр голос қалды. Профессионал саяхатшылар осылай күшті қымбат дронмен жүреді. DJI деген. Көкеміздің сумкасында бәрі бар. Камера керек болса камера, наушник керек болса наушник, петличка барлығы бар. Пышақ пен тапаншадан басқасын барлығы бар. Пышақ пен тапанша жеңіс қой да? Бір байқағаным, олардың тілдері итальян тіліне ұқсайды екен. Көріңіз, Академия де студия экономиче или экономике. Көп деген жазулар. Мен үшін оқу өте ыңғайлы, себебі итальян тілін білемін.
бірақ басым көпшілігі орысша сөйлейді. Халық саны 2-3 миллион. Жалпы ел өте құттай. Бір жағында Украина, бір жағында Румыния. Ауа райы өте жылы. Бүгін сәуірдің, жоқ, мамырдың бүгін 4-і. Жалпы жексенбі, адам ондай көп емес. Бұл орталық болса да тыныш, жақсы, жалпы жайлы бетіп жүріп демалуға. Көшелер өте ыңғайлы екен. Біздің Оралға сәл-пәл ұқсайды, себебі біздің Орал жасыл, бірақ мынау одан да жасылды. Және кофе ішетін жерлер өте көп екен. Және Стамбулдан Кишиневқа билет 30-40 мың теңге тұрады. Яғни сіз Стамбулға ұшып келесіз, Стамбулдан Кишиневқа 40 мың теңге жетсеңіз болады. Бірақ әуежайда қонғанда дайын болыңыз. Сіздің қайтатын билетіңіз болу керек. Мұндағы қонақ үйде немесе хостелда тоқтаған сіздің неңіз болу керек. Чек барлығы көрсету керек та. Соның барлығын көрсетсеңіз, біз сияқты қиналмайсыз, ұзақ отырып күтпейсіз. Сондықтан сондай менің кеңесім жалпы. Бұнда виза керек емес. Билет алып келе берсеңіз болады. Қауіпті емес, бірақ түнде 10-нан кейін жүрмегеніңіз жақсы. Келе жатырсақ, осылай Қазақстанның туы өліп тұр. Бұл не екен, қандай ғимарат екен, қазір барып біреміз. Бұл елшілік екен ғой да? Кіріп қайтамыз ба? Сені гәміл таниды олар. Көреміз ба? Кеттік, кірейік, смело. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух дейміз. Ас бар ма, қуырдақ бар ма, бізге шақырасыз ба деп. Міне, іздейтін болсаңыздар, осы көшеде тұр, орталықта. Күштікен. Шетелде жүріп ондай көргенде күштікен. Рәміздерімізді. Мен ойлаймын да, біз не үшін 300-400 мың билетке шығардық, егер біз Қазақстаннан кетпесек те мынандай сезім пайда болып бізде. Қараңызшы, үйлерге, ғимараттарға ешқандай шетелге шықпаған сияқтымыз ғой, мүлдем. Үйімізде жүргендеміз ғой. Негізі әрине басқа елге барғанда басқа бір ағаштарды, мынандай дорларды көріп, отырғыштарды, тіпті адамдарды басқа тіл естігенде кәдімгідей шетелде жүргендей боласың да. Содан рахаттанасың. Былай тіпті осындай нәрселер, балдар ойнайтын жерлер барлығы бірдей ғой. СНГ елдер бір-біріне қатты ұқсайды ғой, сондықтан сондай ойда жүріп біздер. И все это безобразие, конечно. Ну, вот это, например. Да плюс ко всему уже построили, ладно. Но можно было выкрасить хотя бы в единый цвет. Ага. Цветовая гамма абсолютно разная. А качество можете сами судить об этом. Общий код нету, да, такой дизайн кода? Нет, конечно. Я даже не понимаю, могли ли это сделать архитектор. Да, конечно. Или это какие-то самоучки, я трудно сказать. Воистину воскрес. Бұл ғимаратта 60-шы жыл салған, негізінен 4 қабат қылып, және 9-10 жыл бұрын бұны алғанда қоса салған ғой, жай болсын деп. Сондықтан жергілікті тұрғындарға бұл ұнамайды екен. Негізінде бай көзге дөрекі көрінеді ғой. Тұрып бейтіп келіп бес шығып кеткен. Сондықтан осындай бір қызық бар Кишиневта. Группские үйлер. Бұндай орталықты көше өте әдемі. Кең.
осындай күшті бір ресторанға келіп қалдық. Можно мне посмотреть? Да, конечно. Ага. У нас есть 3 зала и также наша терраса. Мгм. На русском, на русском. Өзбек тағамын пісіретін ресторанға келдік. Домбыраға ұқсайтын бір нәрсе тұр да. Шау. Ага. А куда можем сесть? Да? Угу. Біз ошана түскі ас жедік. Өзбек ресторанына барып, өте қымбат шықты. 18.900 теңге төледік. Екі кісіге, яғни шамамен 9.000-нан шықты. Тойын тойдық пловқа, салатқа, оливье, шай іштік. Бірақ сонда да бұл тамақ өте қымбат біз үшін. Неге? Себебі біз Иранда 2-3 мың теңгеге тойып жейтін едік тамақты. Мысалға, бұрын мен Скандинавия елдеріне барғанда, Европада тап осылай кісі басына 10-15 мың теңге бір түскі ас ішу. Стамбулда тоже солай қымбат. Молдова ондай жалпы бай мемлекет емес, қымбат ел емес, бірақ тамақтары қымбат болып тұр. Неге? Себебі біз кешкі ас іштік, бүгін түскі ас іштік. Сол байқауымыз бойынша қымбатты. Мен досым ырза емес жалпы. Мен ырзамын, маған плов ұнады, бірақ сонда қымбат екенін мойындаймын. Жалпы Каспий картымен біз барлығын төлеп жүрік. Негізінде менде традиция бойынша $100 бар, бірақ оны әлі ауыстырған жоқпын. Дүкеннен тек қана тіс пастасын алдым, және сабын алдым. Міне, менің бар ақшам осы $100 және 1000 теңге. Мына паспорт. Осылай. Бір байқағаным, бізде Оралда бар. Мысалға, печеньелар, мыналардың барлығы бірдей, біздегідей. Как подмалевок, знаете, как фантазировать. Вы какая-то организация или что? Ну, художники просто художники. А почему вы все здесь? Мы собрали друзья, группу, нет, да, просто там, например, набивать руку. Что? Мы с Казахстана. С Казахстана? Да, просто путешествуем. Первый раз на Молдове. Здорово, здорово. А чем-то духовным Жалпы мені бұрыннан қарап жүрген көрермендер біледі, мен үшін кофе деген өте маңызды. Осындай спешалти кофе беретін жерге келдік. Картымен тауып, ашық көрініп тұр. Спешалти кофе жасайтын жерлер әрдайым осындай дизайндар әдемі болады. Жалпы кісі басына 2000 теңгеден шықты. Осындай жерде, көріпсіз, итальянский. Жалпы фильтр деген кофе ішем. Қатты ондай қымбат емес, андай термосқа алдын ала қойып қояды. Мінекей, өте әдемі
жылтырап тұрған маған фильтр алып келді. Осыны ішеміз. Ключевойыңды айтып жіберші. Ключевойыңды айтып жіберші. Кофе ішіп отырғандар болса, Мына осындай өте қызық бір ғимарат. Бұл елде, жалпы бұл қалада ғимараттарды қалай болса солай салған екен. Міне жаңа су жаңа ЖК тұр. Осындай ғимараттар, және бұл не болған екен? Бұл архитектуралық қате ма, әлде бір өздеріңіз бағаларын беріп кетіңіз комментарийда. Осындай бір түрлі ғимараттар болу керек пе әр қалада? Біз сияқты блогерлар келіп түсіру үшін, немесе осындай үйде тұрамын деу үшін қалай жаңағы, әлде бұндайды жасап керек емес пе? Қараңызшы, қаншама бетон кеткен көрініп тұр. Өткен ғасырда салынған 90 жылдары немесе 80 жылдары. мынандай ашық жері бар. Сағашы лабиринт, тағы да баспалдақтар. Пожарный лестница сияқты ма? Қорқынышты сразу, да? Көрермендер үшін не істемесін енді. Мына жерде осы баспалдақпен көтерілдік. Қоқыс іші тағы да ары қарай спираль ретінде баспалдақпен көтеріле беретін жер екен ғой. Іші сап-салқын. Олар тұрып қалмаған болса, екеуі не істеп тұр жаңадан бері. Здорово дейді, тұрып қалған сияқты. Мына жерде тесіктер бар, ішіне көрініп тұр қалай жылжып бара жатқан. Лифт заманауи. Салқындау екен, да? Пәтерлер, бәрі спираль тәрізді. Пәтер кәдімгі 117, 117-ға дейді. Ішіне кіріп қараймыз да? Біреудің пәтері ғана. Есік бұзылған. Мында бірдеме задержание бірдеме болса как будто, да? Іші бірақ адам тұрған болсаңдай. Иә, заброшка. Жаңағы шағатын спираль баспалдақ, жер көріп тұр, демек жоғарыдан ашық жер бар. Жер деген бір айналшайық. бірақ жаңа жүргенде көрінбейді. Әйтпесе жаңа ойлап жатырмыз. Мына ғимараттың үстіне Темірлан дрон жіберсе, оның үстінде, оказывается, свидание болып жатыр екен. Қараңыздар. Бір жас жігіт. Әне, ойпай! Ят болды. Тауын қайтардың ғана жігіттің деген. Қауіп. Қазіргі технология деген бәрін көріп қояды. Мына ғимараттың үстінде екі жас жұп, бір жұп, яғни кездесіп
сырласып жатса, біздер болса блог түсіріп жатырық. Бұл кимикс деп аталады. Мана сен келместен бұрын мен уже фильтр ішіп алдым. Фильтр деген ол алдын ала машинка дайындап қояды, сосын термосқа қойып қояды. Яғни алдын ала дайындап. Бірақ мынаны олар өздері қолмен жасайды. Осы 3,5 мың теңгеге шықты. Соның қасына жасыл шай алып келеді. Екі кісіге. Сосын жақын жерден мен осындай сатып сатып алдым. La vita è bella болып жатыр. La vita è bella. Итальянша өмір әдемі деген. Thank you. Қызап барам ғой үйге. Біз қазір Тимоха екеуміз осындай Крикова деген жерге келдік. Бұнда шарап жасайды. Үлкен территория. Таксимен келдік. 6,000 теңгеге. Ауа райы ыстықтау. Тек қараймыз, ішпейміз деген ниетпен келдік, ең бастысы. Міне. Мінекей біздің тур басталды. Бұл жігіт біздің гидіміз. Сағат 2-де ағылшынша тур болды, қазір сағат 3. Бұл орысша, орыс тілінде. Маған негізінде сағат 2-дегі турда үйресетін еді. Бірақ Тимоха сағат 3-ке сұрағасын, 3-ке дейін күттік. Осындай нелерге отыр барамыз. Қазір көбі Ресейден келген, Румыния, Украинадан келген туристер. Бұл тур... Темірлан, здесь он еще в уборной. Бұл тур 12,000 теңге тұрады. Міне досым жүріп жатыр. Негізі қымбат. Өз басым мындай турларға көп бармайтын едім, бірақ мына кісіге контент түсіру керек болғасын. Айтып жатырмын, шағымдан 12,000 теңге қымбат деп негізінде. Қымбат, е? Тур басталмады әлі көрерміз. Көрерміз, е? Соған лайықты ма, лайықты емес па көрерміз. Көрермендерім, тур басталып жатыр мында. Біз 1 сағат бұрын келіп едік. 3-те басталатын турға, сағат 2-де келдік. Тек біз Жеңіс екеуміз ғана болдық. Бірақ сондықтан көңіл күйім күшке түсіп кетті. Адам тым көп. Негізі 5-6 мыңға кесе салуға болады еді, бірақ 12 мың деген. Айтпақшы билет 400 лей тұрады, 12 мың теңге. Сымақтап кетті да? Кино алу керек. Жүзімдер алқабына, погребқа түстік. Осындай машинамен көрейік не болады. Дионис. Дионис — это красное вино, оно продается на этой улице, вот в таких вот дубовых бочках, они называются барики. Также Шараптың есі шығады кәп. Мен тек иісіне мас болып отырмын. Мен жалпы ішпейтін адам болғасын, мынандай жерлерде мен тек қана осылай видео түсіру үшін мына азаматтар кәдімгідей олардың сілкелері ағып жатыр. Себебі мен осы жаққа келем деп айтқанда кейбір достарым айтты, ол жақта вино шығарады ғой деп. Я дедім, бірақ бұл информация мен үшін ешқандай мағына бермеді. Мұны көріпсіз да, қаншама шығарады. Яғни соғысқа дейін, яғни екінші дүниежүзілік соғысқа дейін де, соғыстан кейін де бұл шарап шығару тоқтамаған.
қазір осылай үлкен масштабта олар өндіреді барлығын. Бұл жалпы өте үлкен территориясы, ауданы 120 километр дейді. Соның тек қана 80 шақырымның қолданамыз дейді. Осы виноны өндіру үшін. Қалған 40 шақырым известняк табады екен олар. Яғни шахта ретінде қолданады. Бізге тур жасап отыр ғой, мыналардың барлығы қашан ішеміз, қашан дегустация болады деп асықтырып жатыр. Көрініп тұр. Ішетін адамдар екен. Былай айтқанда қозып тұр екен, дайын екен, айтқан сайын шыра алмай жатыр ғой. Бұл жалпы өте ұзақ сақталады екен осы жерде, 2-3 жылдай, содан кейін барып тек қана сатуға алып кетеді. Жалпы әр дайындау әдісі өте ұзақ, өте не екен, кәдімгідей көп екен сатылары. Мына сатыдан мына сатыға, сосын мына жаққа алып келеді дегендей. Жалпы мұнда Молдовияда мына діни қызметкерлер виноны өндіретін болған өздері. Бірақ осы елді жаулап алған басқа империялар оларға вино шығаруға тыйым салған. Себебі өздері шығару үшін, өздері содан ақша табу үшін. Сондықтан осылай мына кісі мас болып жүру үшін. Жалпы, яғни олардың діндері, христиан діні, осындай алкогольмен, шараппен өте тығыз байланысты. Осылай, бірақ осы елді көптеген елдер басып алған. Венгрлар, кімдер тағы, Осман империясы, орыстар дегендей. Сондықтан жалпы осы өндірістің ақшаның көбі сол жаққа кеткен. СССР кезінде ең көп вино шығаратын осы Молдовия болған. Көріпсіз қаншама вино бар екен мұнда. Мәссаған, біздің атамыз мұнда болған ғой. Жазып кетіңіздер комментарийда. Қалай ойлайсыз, не ойлайсыз атамыз туралы? Шевченко болған. Шевченко кім, футболист па? Шевченко. Футбол қарамаймын енді. Гагарин болған 66 жылымында. Ердоған болған. Қош? Чеферин болды. Кімдер бар мұнда? Мына жерге енді Темірлан Муковштың. Жоқ, мына жерге емес. Назарбаевтың астына. Бұл жер асты 100 метр шамамен. Іші салқын. Көріпсіз, мен нөмен жүріп, соң өзіне салқын. Бұны қарап, жалпы мен деген бар ғой, осыны жасаудың әдісін қарап, мен көп нәрсе кофемен сабақтастырдым. Себебі кофеда тап осылай әлем бойынша кең тараған. Қазір Личная коллекция — это те золотые таблички, где вы видите написано имя, это имя владельца казы. Эта ячейка для вина называется каза. Он оплачивает ежегодно для того, чтобы хранить тут свое вино. да, жалпы бізде Қазақстанда кофе өте кең тарап жатыр. Кофе ішу халал болғасын, енді барлығы ішеді. Бірақ мына вино енді харам болғасын, осылай кімнің қаражаты бар, жақсы вино ішеді, кімнің қаражаты жоқ, жалпы дүкеннен сатып алып іше береді. Бұл жерде бұрыннан сақталып тұрған, ұзақ уақыт бойы сақталып тұрған міне винолар. Кімнің коллекциясы осында болғысы келеді, ұзақ ұстағысы келеді, сол жыл сайын ақша төлейді екен осында. Және солардың винолары осында болады. Яғни киноларда байқайсыздар да айтады мысалы. Бұл вино 350 мысалға 70 жыл неде болды деп мысалға хранениеда болды деп мақтанып жатырады. Ол тектен тек емес. Жалпы Европада
Европа елдерінің тарихын оқитын болсаңыз, сол жаққа саяхаттайтын болсаңыз, көптеген адамдар соны мақтан тұтады, сондай жақсы вино ішкенін, жақсы виноға ие болғанын. Бізге яғни жат нәрсе, қазақтарға әрине, Құдайға шүкір де сол. Жалпы менің жанұямда ешкім вино ішпейді. Әрине ата-аналарым оған дейінгі туысқандарым арасында бар, азын шоғын, бірақ жаңа біздің буында ондай жоқ. Мен студенттерім арасында ішетін адам өте аз, студенттер бізден көп. Алтынсарин оқу орталығы 2013 жылдан бері сабақ беріп келе жатырмын. Сол байқағаным, жастар өте көп ішпейді қазір, өте сирек ішеді. Көп осылай кофе, шай, көбінесе кофе, мен сияқты. Әр выпуста, әр елге барғанда кофе ішкенді көрсетемін, қандай кофе ішетінді көрсетемін. Бірақ осындай винный погребқа мен өмірімде бірінші келіп тұрмын. Жалпы қызық болғасын келдім, шын мәнінде маған қызық, қалай жасалады, қалай бұнда ұсталады дегендей. Мысалға, бұл вино 1902 жылдан бері тұр екен мұнда. Жалпы тарих қайнап кеткен вино. Ұзақ жатырған десе. Мұнан осыдан шыққан, Криковадан шыққан, бұл Крикова деген жер, бір виноның бағасы 200 евро екен, яғни 100 мың теңге. Ойлап қараңызшы да, бір вино үшін 100 мың теңге төлейді. Ондай да бар екен. Яғни жүре бересің, көре бересің. Біз бір соғымды қаншаға аламыз? 200 мыңға ма? Олар 100 мыңға тек қана бір бутылка вино сатып алады. Менің құрдас виноларым тұр, менің 92 жылдан бері тұрған винолар. 91 жылғы Дионис дейді, 92. Дионис қуаныштым, есім жеңіс, менде 92. Құрдас. Міне, ақ құрдас. Дионис. Винный погреб. Бұл елдерге экспорт жасалады екен. Міне біздің қазақия тұр. Сен артында. Монголияда мен 5-6 ай бұрын болдым. Қырғызстанда ковидқа дейін болдым. Өткен жылы болдым. Түркістанда болған жоқпын, Түркменстанда. Әзербайжанда өткен айда болдым. Ковидқа дейін болдым. Бір жұма бұрын болдым. Тағысын тағы. Бұл дегустация жасайтын жерлер екен. Жалпы дегустация жасайтын тур бар. Бірақ біз оған төлеген жоқпыз. Міне қараңыз. Тағы да 200 лей, олардың лей деген, мысалға 100 лей, ол шамамен 3000 теңге. 3000 теңге яғни. Яғни тағы да 6000 теңге төлесек, бізге осылай дегустацияға былай орех, кәдімгідей осылай вино құйып беретін еді. Бірақ біз дегустация сыз алдық. Тек қана қарап шығу, көріп шығу, танысу дегендей. Бұл плантация Криковадан 1 шақырым жерде тұрған. Осының барлығы үкіметтікі. Осының барлығы үкіметтікі. Осы өндіріс жалпы толығындай. Бұл Кишиневтің шеті, жалпы қала бітіп кетті. Біз қаланың сыртында тұрық. Жанымызда плантация, мені қараңыз, мықты көліктермен жүреді. Олар жалпы Mercedes, BMW көп көрдік манадан бері. Жақсы көлікпен жүреді. Мен 2-3 рет автостоппен көліктерді тоқтатып көрдім. Көбі тоқтайды, ақысы жеткізіп береді. Яғни салыстырып қарайтын болсақ, мына мен Ресейде көп рет болдым. Жалпы Ресейдің халқымен бұл молдавандар салыстыратын болсақ, бұл жақта да көбі орысша сөйлейді. Бұл жақта да СССР-дің мүшесі болды. Бірақ бұл жақтағы адамдар жұмсақтау,
кішіпейілдеу, таулау, ағаштау, джунглилау, короче. Қолдары ашық, қолдары ашық. Сондықтан қазір біз тоқтатып көрейік. Мына бір көлік алыстан үлгермеді. Мына тоқтайды мекен. Көбі бойым ұзын, сақалым болғасын көп сене бермейді. Соған қарамастан Темірлан менің харизмама сеніп мені тоқтатқызып жатыр. Бүгін біздің Кишиневтағы 3-ші күніміз. Тамақ енді қымбат. Хостелдің халін көрдіңіз. Қасымызда 6 ер адам жатыр. Түнде қатты қорылдайды. Мен білмеймін қалай екен, ұйықтап кеттім, бірақ Темірлан кеше ұйықтай алмады. Бұлай жалпы мана күн жарқырап тұрды, қазір бұлтты. Негізі барлығы жасыл болып, күшті болып тұрғанда, құлпырып тұрғанда жақсы бір маусымда келгенбіз біздер. Қазір мамырдың 5-і бүгін. Мен таңғы ас ішуге келдім. Бұл кәдімгідей бір асхана. Осындай суп алдым. Бұл шамамен қанша? 1000 теңге тұрады. Осы жерде мен кешеден бері ішіп жүрген кофехана осы жерде тұр. Сол таңғы ас ішіп алып, сонда барайын деп жатырмын. Бұл 1000 теңге арзан емес. Бірақ кешеден бері біз донер жеп жүріп, мысалы бір донердің өзі 3000 теңге тұрады. Яғни қымбат, 3 есе қымбат. Бізде жақсы донер 1000 теңге тұрады Оралда. Тамақ бұнда қымбат. Бірақ маған ұнап жатыр. Жалпы татты. Фиштар. Кітап сататын жерде жүрмін. Міне қараңыздар. Біздің ағамыз тіпті мына жаққа да келіп қалған ғой. Керемет. Күшті. Кеше вино жасайтын погребқа түскенде, осы жерге қандай атақты адамдар келді дегенде Назарбаевтың фотосы тұр. Сонда кішкене қуанып қалдық. Енді бір қазақ болды дегендей. Енді кітап алуға келсем, осының ішінде марғалаған ағамыз тұр. Ол кісінің кітаптарын мен оқымаймын, лекцияларын тыңдамаймын, бірақ сыйлаймын. Біз Кишиневтің базарына келдік. Кіре берістен ешқандай айырмашылық таппадық. Біздің Оралдағы базар не, Ресейдегі базарлар не, бұндағы базар не. Қараған болсаңыздар, біз ақпан айында Иранда болдық. Иранның базары десең базар. Кәдімгідей искусство тұрған. Көзің қуанады. Таңғаласын кәдімгідей. Иіспен де ұрады, визуалмен де ұрады, яғни барлық жақтан. Сізде қандай каналдар бар, миыңызға кіретін. Сол арқылы кіріп сізді кәдімгідей тамсандырады. Бірақ бұндай базарларды көріпсіздер, ешқандай колорит жоқ. Бірақ ең бастысы таза, иіс жоқ, сасымайды. Мына қараңыз, бәрі. Кишиневта жалпы Молдовада сығандар өте көп. Бірақ әзірге ондай көп сығандарды көрмедік. Сыған ауылдары бар дейді, өте бай тұрады дейді. Уақытымыз болса онда да жетіп қалармыз. Біз Приднестровьеға шыққалы жатырмыз. Соның ішінде Тирасполь деген қала. 80 шақырым бұл жерден. Жалпы бұл Молдованың ішіндегі мойындалмаған автономия ма? Автономиясы бар. Автономия. Жақсы. Рюкзачки наверх не ставим, только посидели. Бұл Берете билетики и в нее занимайте место. жақсы. Приднестровье, яғни Молдовадан бөлініп шыққан, бірақ дегенде, яғни Ресейдің қолдауымен жүрген мекен. Оларды Молдова қайтарып ала алмайды әлінге дейін. Осы жерге бара жатық, 80 шақырым. Жалпы
барлық ғимарат, барлық іштегі жүйе, қала не сияқты дейді, СССР сияқты заманда қалып қойған, дамымаған, сондықтан соны сізге көрсетеміз. Мұнан 2 билет сатып алып жатырмық. Жалпы 2 билет 3000 теңгеге шықты. 3000 теңге, яғни кісі басына 1500. Біз аттандық. О, күшті. Жалпы менің досым мында 2-ші күн бұл адамдардың иісінен аң-таң болып жүр, иә. Хостелда қасымызда украиндықтар, романдықтар, молдавтар жатыр. Оларды бұрқытты бір шамада. Бұл жерде де мына кісі, мына қария бір шама бұрқытып отыр. Арам затты жейді да, содан. Шошқан кетін жегесін да. Сондықтан бұны ашуға мәжбүр болып отырық біздер қазір. Біз шекарадан өтіп жатыр. Көріпсіздер өздерінің шекаралары бар. Жалпы военный адамдар тұр, офицерлар тұр. Тексеріссіз өтіп кеттік. Біз шекарадан өттік. Туылары қызық екен. Туыларында бұрынғы СССР-дің знагы тұр, белгісі тұр. Мұнда көп нәрсе әлдеқайда Кишиневтан арзанырақ дейді. Қазір көрерміз. Тамағын ішіп, қалада жүріп, адамдармен сөйлесіп, тіпті ғимараттардың өздері, іштегі инфраструктурының барлығы сол СССР-да қалып қойған дейді. Осы жаңа валютаны ауыстырып алдық. Темірлан $20 беріп, осындай Приднестровьенің өзінің валютасы бар екен. Каспий картын бұнда қабылдамайды. Сондықтан келместен бұрын бұнда алдын ала ауыстырып алу керек. Яғни Кишиневтің, Молдованың ақшасы валютасы лей. Лейді ауыстырып келсеңіз күшті болады. Каспийді қабылдамайды. Міне олардың туылары осындай болады. Көріпсіз СССР-дің белгісі бар, қасында Ресейдің флагы тұр. Бессмертный полктың пропагандасы күшті жүріп отыр. Каждую минуту с этими сотнями. Негізі енді андай алып батырған ешқандай айырмашылық әзірге көрмедік. Негізінде Кишиневтағы адамдар айтты, бұл СССР қатты ұқсайды деп, бірақ көптеген ғимараттар кәдімгідей заманауи жөнделген. Яғни заманауи қатты болмаса да, әйтеуір көзге көп түспейді. Сондықтан үлкен бір контраст біз әзірге көрмедік. Бірақ барлығы орысша әрине. Дом Советов. Бұл Приднестровьяға Ресей дотация береді екен, яғни оларды қолдап тұрады. Финподдержка бар. Сондықтан олардың сондай. Мұнда жалпы жақсы ресторан, кафе табу қиын екен. Осындай картадан снова СССР деген мені қараңыз. Газированный. Мен мұндайды ішкенмін кезінде, Қытай кезінде Оралға келгенде киім сатып алуға. Музыканы қара. Туда можно зайти, да? Біреуге енді Ленин ата, бірақ маған ата емес. Жексұрын. Мынау да жексұрын. Мыналар да жексұрын. Бірақ сонда да қараңыз. Күшті. Қызық. Өте қызық.
Bundan енді біз тамақ ішпейтін бармыз, сонда да кіру қызық екен. Бұрынғы совет уақытта кітаптарды оқығанда солар есіме түсіп жатыр. Стелдер. Совет уақытында жазылған менің сүйікті кітабым жалпы «Мастер Маргарита». Сериалында қарап тұрсам, соған сол кішкене есіме түсіп кетті. Қыздарда сол екенген көріпсіз. Ағылшынша сөйлесіп отыр. Женский ма? Жақсы қолданбай қояйық. Бұл мәзір. Саған. Белое вино, ішпейміз ғой зоны. Ішіндегі музыкасы, жалпы қызық мейрамхана екен. Ішіндегі музыкасы. Бұрын жалпы жарларда осындай кілем ілініп тұратын еді бізде де. Қонаққа барғанда ағаларымның, көкелерімнің үйінде осындай заттар болатын еді. Бұл да үштікен. Бұл қызық енді. Қалауындай қатты қызық болмаса да. Осымен Приднестровьеда біздің қысқа саяхатымыз бітті. Біршама көшелерді айналып шықтық. Көп көшелерді мен видеоға түсірген жоқпын, себебі өзіме ұнамады. Ешқандай контраст көрген жоқпын. Сондықтан қазір Кишиневқа бара жатырмыз. Автобусқа отырып. Кишинев маған сәл көбірек ұнады. Адамдармен де, ғимараттармен де, тамақтармен де. Сондықтан осымен Тираспольдағы бұйырса соңғы видео. Vamos. Жалпы бір ұнағаны ағаштар бұл қалада өте әдемі, көп отырғызған, осылай кәдімгідей мұқият, көп жерлерде осылай ауа өте таза, көлік көп болса да ешкім біреудің де асыққан көрген жоқпын. Солай бұл елде, яғни араларында бөлісі өте көп. Сондықтан болашақта жалпы кейбіреулердің айтуы бойынша бұл ел Румынияның ішіне кіріп кететін сияқты. Сондай сөз бұрыннан жүріп жатыр жалпы. Бір жағынан Ресей тұр, Приднестровьені алып, бір жағынан румындықтар тұр. Яғни ресейліктер бір жаққа тартады, Румыния екінші жаққа тартады. Яғни сондай халде жүрген ел бұл. Құтақандай Молдова. Жалпы естіген боларсыз. Бізде Қазақстанда молдовандар да бар. Көбі жұмысқа келеді. Шетелде жалпы жұмыста көп жүреді. Өткен айларда мен Албанияға бардым, Сербияға бардым. Албандықтарда, сербтарда жалпы шетелде жұмыста көп жүреді. Әнекей сағат 10:20-да Темірланмен осы жерде кездесеміз деп келісіп едік. Әнекей атыр ол. Бұл шіркеу. Барлығы орысша сөйлейді. Тек бір сирек жерлерде молдавша сөйлегендерін естідім. Көбінесе орысша сөйлейді. Басым көпшілігі. Көрдің бе?
саяхаттап жүрсеңіз, жалпы ескі шіркеулер көрсеңіз, міндетті түрде кіріп қараңыз. Іші архитектурасы өте қызық болады. Сондықтан қысылмай кіре беріңіздер. Ұялатын ештемесі жоқ. Міне мен қазір ақша шешіп жатырмын. Ұзақ уақыт болған екен ақша шешпегенге. Так, міне 200 лей алдым. Бұл 6000 теңге. Бұл 6000 теңге. 2%, 2,5% ұстайды екен. Сондықтан осы таксиға жетеді деген үміттемін. Мен осы жерден Темірлан мырзамен қоштасамын. Бүгін 7 мамыр. Мен қазір ұшып бара жатырмын Абу-Дабиға. Ол ертең ұшады бұйырса. Алдында Иранда да осылай болды. Мен бір күн бұрын кетіп қалдым да. Негізінде Темірлан оған ренжімейді. Сен ренжімейсің деп шешеміз біздер. Жақсы. Бүгін ауа райы осындай. Ауа райдың өзі айтып тұр маған, жеңіс кете бер деп. Бүгін бұлтты. Шығыс Европаның вайбын іздеп көрген адам міне осындай. Жақсы, Такенский, сау бол. Мен көрермендеріме қоштасып кетсең. Қош болыңыздар. Келесі саяхатқа дейін. Жақсы. Қалып қойма. Ұшағыңның. Қараңыздар достар, мен Кишинев әуежайындағы лаунжға кірдім. Бұл ондай үлкен емес екен. Біз Стамбулдағы лаунжда болғанда ол кеңірек, тамақ көбірек болды, ыстық тамақтар болды. Бұл шағындау, бірақ сонда да бірдеңе бар. Барлығын ақсыз ішуге болады. Қараңыз, бұл жерде тек қана тамақтан осы бар. Құр сухпайок дейма. Бұл осы жерде және кофе ішуге болады. Отырып тынығып алуға болады. Бұл. Бірақ соның өзінде де мен өзіме ондай салат алдым, кекс алдым, сок алдым, болды. Жоқтан жақсы түрі. Бұл тағы бір лаунж Абу-Дабидағы. Кишиневтағы ондай үлкен болмады. Осыны көрейік қазір. Қанша тамақ бар, қаншалықты ыңғайлы дегендей. Саяхат негізінде өте комфортны болып кетті. Лаунж қосылып. Қазір осыған QR-мызды көрсетеміз, билетімізді көрсетеміз. Сонымен мен лаунжға кірдім. Бұл кеңірек екен. Ең бастысы қазір көрейік тамақтар қалай екен. Қараңыз. Бұл енді Абу-Даби десең Абу-Даби, қараңыз. Басқа деңгей ғой шіркін. Мен арнайы осыған таңғы ас ішпей кіріп едім. Көңіл күйім қазір потолок болып жатыр ғой. Менде 3 сағаттан кейін ұшу. Қараңыз, күшті барлығы бар. Қараңыз, саған қонақ үйдегідей ғой бұл деген. Керемет. Енді саяхаттау ыңғайлы болады. Қараңыз, қаншама тәтті бар. Маған қалай жеймін қазір. Бізге 90 жылдары өскен балдарға ақысыз деген нәрсені көрсетпеген жақсы негізінде. Қараңыз. Бұл деген сұмды ғой. Қараңыз. Қаншама бітіп болмай чет-чет специялары бар. Осы жерде мен саяхатым бітеді. Бұл Кишиневқа саяхатым болды. 48-ші ел. Осылай сізге барлығын саяхаттың әртүрлі қырларын көрсетемін. Ыңғайлы, ыңғайсыз жақтарын бірге болыңыз. Маған тіркеліңіз, комментарий жазыңыз, дүпіл қойыңыз. Комментарий көз жазған сайын, дүпіл көп болған сайын менде шабыт көбейеді. Яғни жақсырақ түсіру деген сияқты. Сондықтан бірге болайық. Алда әлі 150 ел бар. Бұйырса менің арманым барлық 195 мемлекетке болып келу. Бірге болайық.